Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалынатын балмұздақ рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен тоңазытқыштан шығарылған сливкімізді алып, оны миксердің көмегімен жақсылап қойланғанша миксерлеп алатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді балмұздақ болып шығады. Жақсылап миксермен миксерледік. Енді біздің сливкіміз жақсы қойланды. Енді үстіне қойылтылған сүтімізді құйып араластырып аламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецептің түрлері бар. Алдыңғы уақытта мен сіздермен жақсы рецепттермен бөлісуге тырысамын. Қойылған сүтті құйған соң осылайына араластырып алып, формамызға құятын боламыз. Мен осындай стакандарды қолдандым. Шоколадымызды ертіп алып, осы стакандардың ішіне жағатын боламыз. Бәрін жағып алып, мұздатқышта 10 минут ұстайтын боламыз. Сосын үстіне осы балмұздағымызды құйып 5-6 сағатқа қатқанша балмұздақтарымызды алатын боламыз. Мен көп сағатқа қоймадым, өйткені балалар балмұздақ деп сұраған соң 2-3 сағатқа қойдым. Біздің балмұздағымыз дайын, баршаңызға ас болсын. Шоколадымыз қату үшін где-то бір 6 сағатқа 7 сағатқа қою керек. Балалар шыдамаған соң мен осылайынан барлығын 2-3 сағаттың ішінде алып балаларға таратып бердім. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырау белгісін басып